достар, біз ары қарай жалғастырайық. If контестінің жалғасын біз алдында ссылка астында тұр, видеоның астында. Жалғастырып контесттің есебін. Ссылканы аштық. 1-2 контест жалғасамыз. 1-1-дің видеосы бар каналда. Біз алдында ладьяға дейін шығарамыз. G есебін шығарайық. Патша. Видеоны стоп қойып өзіңіз оқып алсаңыздар болады. Мен түсіндірейін. Бізде шахмат деген не бар да? Тақта бар, соның ішінде патша или ненің жүрісін табу керек. Ол бізге қажет бір шаққа ғана жүреді, значит. Бізге мына жерде инпутқа 4 сан беріледі. Алдыңғы 2 сан ол бізде мына патшаның орны, ал келесі 2 сан ол оның баратын несі, орны. Мысалы қараңыз. Ол қазір 4-4 дейді. Мынау негізі А-Б-С дегенде сандар деп ойлаңыздар. А1, Б2, С3, Д4. Сонда мысалы мына тест бойынша 4-4 мына нүктеде тұр патша. Екінші 4-5-5 деген мына нүкте. Мына 5 пен мына Е. Ол бара ала ма? Бір шақпен бара алады ғой. Значит, С. Соған бізге осы есепке не құру керек? Алгоритм жазу керек. Біз қалай істейміз? Есепті бірінші жерде бізге осына тақта берген. Мысалы 4-4 дейді. Ол бізде қай нүкте? Мына нүкте. Осы нүктеден біз мына 5-5-ке барыламыз ба? Барыламыз ғой. Өйткені арасы бір шаққана. Бізде патша тек бір шаққана жүреді. Былай, 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 былай. Иә? Сонда бізге тест беріледі. Мысалы 4 сан беріледі. А, Б, С, Д. Мына А, Б, мына нүкте, тұрған нүкте. Координатасы А деген мысалы. Мына X өсінен болсын, мысалы, иә. Б, Y өсінен болсын, мысалы. Математикада. И сонымен табамыз, мысалы, 4-4 X4-ті қараймыз, Y4-ті қараймыз, ол мына нүкте. С-ді деген 5-5 болса, бірінші X-қа қараймыз 5, Y-қа қараймыз 5, и осы нүкте. Соны тексереміз. Бізде қандай логика бар? Бізде қандай логика бар, иә? Алынған Б үлкен немесе тең болу керек 1-ге, иә? 0 болу мүмкін, немесе 1 болу керек. Мына жақта қалай тағы? Алынған Б емес, алынған С. Кешірім сұраймын. Мына жерде бізде Б деген ол бірінші не нүкте ғой, патшаның тұрған нүктесі. Бізге алынған С болу керек. Және Б алынғанды үлкен немесе тең 1 болу керек, иә? Егер мына жерде үлкен 2 болып кетсе, значит, ол қалай болып тұр? Арасы 2 шақ болып кетіп тұр. Мынандай жер болуы мүмкін, или мына жер, или мына жер. Алыс болып кетуі мүмкін. Мына екеуінің арасы ғой, мысалы. Сондықтан бізде арасы 1-ге тең немесе 0-ге тең болу керек. Сонда біз қалай істейміз? Қазір бізде сонда қараң тағы мысал көрейік. Мысалы 1-де 2 болсын, иә? А мен Б. Және 7-де 2 болсын, иә? X1 бізде 1, 2 мынау, значит, мынандық нүкте біздің патша. Ал 7 деген мына жерде, 2 деген мына жерде. Енді мына А ғой, мынау А, мынау Б, мынау С, Д, иә?
адан сын аламыз, 1-ден 7-ні аламыз. Қанша? -6. Ол 1-ге тең немесе не болу керек, үлкен 0 болу керек. 1 үлкен немесе тең болу керек, кешірім сұраймын, 1 үлкен немесе тең 0 болу керек. Мына келмейді, бізде не 1 не 0 шығу керек ответ. Мына жерде келеді, 2-ден 2-ні алған кезде 0 шығады, бірақ мына екінші вариант А мен Б-ны алған кезде келмей қалады, А мен С-ны алғанда келмей қалады. Түсінікті ғой, мен қазір кодын жазып көрейін. Есепке қарасақ, былай болады. Инпутты 4 сан қатар-қатарымен тұр, мына жерде бізге келмейді. Атен input А мен Б, бізде ол корольдің не қолданамыз, if А алынған Б тан 1 үлкен немесе тең болса, және Б алу, кешірім С болу керек бізде. Б алуды тан 1 үлкен немесе тең болу керек. И және біз АБС дейміз. АБС деген бізде егер -сан шықса, оны плюске айландырады. Мысалы, бағана бізде -6 шықты ғой, оны +6-ға айландырады. 2 орындалса, біз істейміз print yes, иә. Else print 0. Үлкен болып кетсе, болмайды. Мысалы, біздің жерде 4, 4, 5, 5. Yes болып тұр, жіберіп көре берейік. Бағана мысал жіберіп көрейікші. 1, 2, 7-де 2, иә. G-ға жіберіп көрейік. Атасылайды. Есептің кодын жазамыз. Есеп таңдаймыз. Тіл Python. Өтіп тұр, иә. Есептерге барайық. Келесі піл. Пілдің мына жерде сурет беріп қойған. Суретте видеоны ұстап қойып өзіңіз оқып алсаңыз болады, мен түсіндіре берейін. Бізде берілген тура жаңа есеп сияқты пілдің жүретін жүрісі берілген, иә. Мысалы, диагонал жүреді. Бізге мынаны табу керек. Дұрыс емес екен. Мысалы, 4-тен 4-ке, мысалы, 4-те 4 бізде мынау Д, иә. Және 5-те 5-ке барылмайды, 5-те 5-ке барылады ғой. Е деген біз 5. Бағана неге қара көрейік, мысалға. Мысалы, бізде 4-те 4 деп тұр, 5-те 5-ке барыламайды. Бізде бұл былай жүре алады ғой, немесе былай. Значит, барылады, иә. Қандай логика бар? Мысалдар ала көрейікші қазір. Бізде 4-те 4 пен 5-те 5 барылады, иә. Мысалы, 2-де 3 пен 4-те 3 барыла ма? 2х2 3 4 мына жер, иә. Және 4 және 3 4 және 3 мына нүкте. Ол барыламайды ғой былай. Ол диагонал жүреді, иә. Значит, мынаған барыламайды никак. Тағы да жағдай бар. Мысалы, 1-де 1 6-да 6 болсын, иә. 1-де 1 мына жер, 6-да 6 мына жер. Диагональ барылады, иә. Мынау барылады. Мынау барылмайды. Тағы қандай вариант бар? 4-те 5. Мысалы, 7-де 8 болсын. 4-те 5 қандай бізде? x4, 5 мына нүкте, иә. Және 7-де 8. 7 және 8 мына нүкте. Екеуі бір-бірінен барыла ма? Барылады, диагональ. Мына жер тоже барылады. Мына барылатындарды салыстырсақ, егер мына тесттарды салсақ, мына бірінші тест, мына екінші тест, мына үшінші тест болсын, мына төртінші тест, иә. Мынау барылмайды. Барылатындарды қарайтын болсақ,
барлығында бір логика қайталанады. Қандай десек, мынау адан б-ны алсақ, адан с-ны алсақ, б-дан д-ны алсақ тең болады. Мысалы 5-тен 4 алсақ 1, 5-тен 4 алсақ 1. Мынада 2-ден 4 аламыз 2, 3-тен 3 аламыз 0. Тең емес, е? Мынада тең болды. 1-ден 6 аламыз 5, 1-ден 6 аламыз 5. Тең, е? 4-тен 3 аламыз, 7-тен 3 аламыз енді 3, 8-ден 3 аламыз 3. Тең. Значит, бізде қандай логика бар? А алынған б тең болу керек. Б алынған неге? Д-ға. Түсінікті, е? Қандай логика? А алу с тең болу керек. Д алу б-ға. Бірден кодын жазайын ба? 4 сан беріледі. А алу с тең болу керек. Б алу д-ға. Жіберіп көрейік. Оныншы тест қате болып қалды. Минустан шығып кетуі мүмкін ба? Бір ең кіші. Былай істейікші, а б істейікші, может. Судан қате болып тұр ма? Бізде мынандай варианттар болуы мүмкін ғой. Мен түсініп тұрған сияқты. 5-те 7-те 4-те 7 және 5-те 8-ден келе ма? Қаз көрейікші. 4-те 7 деген бізде қайсысы? Мына нүкте және 5-те 8. 5-те 8 мынау, е? Мына нүкте бір-біріне келе алады ғой негізі, е? Өйткені қараңыздар, енді мына жерде біз 4-тен 5 аламыз. Бізде жоқ, бұл жер келеді. Қандай вариант келмейді бізде? Әкем орнына ұсташы. 5-те 7 және 4-те 8 болса. Осылай болсашы. Мысалы, 5-тен 4 аламыз, бізде 1, 7-тен 8 аламыз, минус 1, е? Екеуі біріне тең емес, сондықтан АБС-ті қолдансақ біз. Екеуінде плюс санға айландырады да, тең қылады 1 мен 1-ді. Бізде мынандай вариант болды, біреу минус, мына плюс сан шығып кетті мынау. А-дан б-ны алған кезде, б-дан с-ны алған кезде. Мына жерде. Алу с минус сан, б алуды плюс сан шығып кетті, минус 1, плюс 1 болып кетті. Егер АБС-ті қолсаң, екеуінде плюс айландырады, теңестіре салады. Сондай варианттарды келмей қалады да. Мысалы, жаңағы варианттар 5-те 7, 4-те 8. Еш шығады жар. Мынаны алып салсақ, АБС-ті. Мынау шығады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан АБС керек. Соны жіберіп қойдық, е? Келесі. Патшайым деген версия. Былай жырылады, былай жырылады, былай жүреді, былай, е? Бізге тоже қарау керек қой, 4 сан беріледі. 4-тен табуымыз керек. Не істейміз? Тура осылар сияқты біз. Қандай логика бар бізде? Мынандай логика, е? Ол мына нүктеде тұрады. И былай да жүреді. Былай ол бізде қай? Пілдің жүрісі, е, былай. Біз if дейміз де, піл сияқты жүре алатын болса, значит ол ферз болуы мүмкін деп yes деп айта аламыз, е? Иә, егер айтады, мына екі нүкте берілсе, біз осыны жаза саламыз, е, мына кодты ABS-пен. Ол түсінікті. Егер былай жүре алатын болса, біз ладианканы жаза саламыз, е? Ладианканы біз алдында жазғанбыз. Естеріңізде ғой. Алдыңғы видеоны қарасаңыздар, ладия деген есеп бар. Мына ладия осының коды. Ол бізде А тең С немесе Б тең Д. Оны қалай жазамыз? Былай жазайық. Ладия бізде былай. Оны қарап көрсеңіздер болады. А тең
с-ға ор ой, мынау осы болу керек. мынау бізде жаңа ферзі ор а тең с-ға немесе б тең д-ға. осы үшеуі орындалса бұл ферзь болуы мүмкін. ферзь деп айтуға болады да. тест алайық. мына есепте қарасақ 4 сан қатарынан тұр, иә. бізде мына жерде мынау астасынан тұр. мынау ошибка береді қазір. тест беріп көрсек. сондықтан жөндейік. келесі ат. ат г әрпімен жүреді. Біз ат беріледі, екі нүкте беріледі, екеуі г сияқты болса, значит я дейміз. Мысалы 1-1 және 1-1 және 1-4. 1-де 4, мынау. бір линия, значит мынау. Бұны қалай істейміз? Қарайық. Мысалы бізге бір нүкте берілсін, иә. мына нүкте белгісін. Ол қалай жырылады? Бұлай жырылады, иә. Мына нүкте бізде 4-те 5 екен, иә. 4-те 5. А мына нүкте бізде 3-те 7. Ол қандай? Мынадан 1-ді алып, мына 2-ні қосу керек. Иә. Мынадан 1-ді аламыз, 2-ні қосамыз. Біреу, иә. Значит, А қосу 1, А қосу минус 1, Б қосу 2. Иә. Я сондай. Келесі тағы қандай бар? Мынау былай түседі. 3 алдыға былай жүреді. Былай барылады, иә, г. Ол бізде қандай? бір қосылады. Қайтадан қарайық. Мына нүкте бізде 2-де 6, иә. 2-де 6. 4-тен 2-ні алады. Тағы 1-ді қосады. Сонда Б алу 2. А алу 2. Б қосу 1. Осындай вариант бар. Үшіншісі тағы қандай? Мынау былай түседі, мына нүктеге барады. Ол қандай? Мынау бізде 2-де 4. 2-де 4-ке ол тағы да А-дан 2-ні алады. Б-дан 1-ді алады. Осындай вариант бар. Келесі. Былай түседі, мына нүктеге барады, иә. Былай. Былай. Мынау бізде 3-те 2. 3-те 2 деген бізде мына 4-тен 1-ді аламыз. А-дан 1-ді аламыз. 5-тен 3-ті аламыз ба? Иә. 5-тен 3-ті аламыз. Осындай вариант. Ана Б-дан 3-ті аламыз. Келесі мына нүкте бізде 5-те 3. 5-те 3 деген бізде А-ға 1-ді қосамыз. Б-дан аламыз 2-ні ма? Иә. Солай екен. Келесі нүкте бізде ол мына нүкте, иә. Және мына 2 нүкте. Бізде 6-да 4. 6-да 4 деген қалай істейміз? А-ға қосамыз 3-ті. А-дан 2-ні қосамыз. Бізде 4 қой. Ең бірінші нүкте мынау біз осымен салыстыруымыз мүмкін. А-ға 2-ні қосамыз, және 5-тен 1-ді аламыз. Б-дан 1-ді аламыз. Мына нүкте. Келесі соңғы нүкте бізде 6-да 6. Ма? 6-да 6. 6-да 6-ны қалай істейміз? А-ға 2-ні қосамыз, және Б-ға 1-ді қосамыз. Бізде қанша вариант бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
алты нүкте шу керек бізде. Стоп. Неше нүкте шу керек бізде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 нүкте шу керек. Мен ана нүктені жаздым ба? 6 жаздым, я? 5-те 7 жазбадым. 5-те 7 ол бізде қанша? А плюс 1 Б плюс 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8. Мынау бар екен үстіне 8. Осы біз 8 нүктені жазып шықсақ ептің ішіне дұрыс болады. Оны қалай жазамыз, мен жазып көрсетейін. Осы нүктелердің координаттарын табу керек қой бізге. Соған дейінгі мына логикасын жазып шығамыз. Мына нүктені біз А, Б деп аламыз. Мына нүктені бағана айтқанда А плюс 1 және Б плюс 2. Мынау А минус 2, Б плюс 1. Мыналарға қарап шығасыздар видеодан. Мен қазір қайтадан жазамын. Мына жаққа запусқа барайық. Есеп бізге қалай? Линиямен берілген, иә. Енді біз бағана айтқандай стоп, бағана Б плюс 2 А плюс 1 тең болу керек бізде С. Енді Б плюс 2 тең болу керек Д-ға. Бізде бірінші вариант. Немесе басқа қандай вариант бар? Қара өтеуір кетті бізде. Мынау қалды А минус 2, Б плюс 1. Стоп. А минус 1 екен. А минус 1. Келесісіне жақтағандай. А минус 2, Б плюс 1. А минус 2. Енді Б плюс 1. Дұрыс қой. Енді А минус 2, Б минус 2. А минус 2 тең С. Тең С-ны жазып тең Д. Енді Б минус 2 тең Д. Кетті. А минус 1, Б минус 3. А минус 1 Б минус 3 тең Д. Тағы А плюс 1, Б минус 2. А плюс 1 енді Б минус 2 тең Д-ға тең С. Кетті. А плюс 2, Б минус 2. А плюс 2 Б плюс 2 болмай жатты. Б минус Б плюс 1. Кетті. А плюс 2, Б плюс 1. Б плюс 2, Б плюс 1 тең Д. Б плюс 1 дедім не дейді? Дұрыс. Енді А плюс 1, Б плюс 2. Кажется, біттік. Ұзақ болып кетті. Ладья ма точно? Дұрыс. Ат па?
қай жерде қате кетті? мына жерде үшіншісі қате екенін білемін, просто бір 1 2 3 а минус 1 б минус 1 значит. несі қате болып тұр? Ну, иә, енді жіберу керек. үш бір екі бізде бір екі. А че мына тестте келмей тұр? Ол тест бізде мынау ғой. 2-де 2, а минус 3 б минус 1 а минус жоқ, а минус 2 б минус 1 ғой. Солай емес па? Сеш 3 2 1 ма? 1 2. мынау бірінші, екінші, үшінші болу керек. Үшінші бізде а минус 2 б минус 1. Мына жерде мен мындай қойыппын ғой. Өтіп тұр. Бірден жерде 2 рет минуска жүріпті. Енді болмыш тестте не бар? Үш 2 1 2 1. Мына нүкте бізде былай. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. б минус 3 а минус 1 б минус 3 а минус 1. Дұрыс қой, не тұр ғой? мынау шапты, иә? а минус 1 тең б минус 2 емес па, иә? Жөндедік. Әсе өтті. Соңғы кезде палиндром бұл оңай енді. Палиндром 4 палиндром деген ол артынан да алдынан да оққанда бірдей болатын сан. 4 таңғы сан беріледі. Соны палиндром емес екенін тауымыз керек. Екінші жолы, бірінші жол бізде қандай? А тең дейміз, біз input деп қабылдасамыз string ретінде. Input. Сосын былай 1-ге дейін деп қарастырамыз да. Тең болу керек. А былай ма деп? А0 тең болу керек. А минус 1-ге. А1 тең болу керек. А2-ге. Элементтер. Сонда ес болады. Келесі вариант. А бөлінген 10 қалды, бөлу соларды қолданамыз.
мына жолды ғана көрсеткім келіп тұр. Қалған жолды, екінші жолды мынаны өздерің шығарсаңыздар. 4 сан ғой бізде. Мысалы 1023. Соңғы санды табу үшін біз 10-ға бөлеміз, қалды 10-ға бөлеміз. Одан кейін мына санды табу үшін біз 100-ге бөлеміз бүтін. Сосын қалды 10-ға бөлеміз. Бірінші санды табу үшін 1000-ға бөлеміз. Мына санды табу үшін қалдық бүтін 100-ге бөлеміз. Бүтін 100-ге бөлеміз, сосын қалды 10-ға бөлеміз. Сосын теңестіре салыстырып мынамен мынаны соңғысымен ортаншысын одан. Мынаны жазсам деп тұр. Басымда ауыртпай. Уақытта көп кеткен сияқты. If тең болса, мынау наоборот оқығандағысы. Print yes. Мынау бізде на любой нені текст наоборот оқитын, мысалы көрсетейін. Print. Қараңыздар бізген жерге. Мынаны артынан бастап оқыды да. Бізде полиндром алдынан да артынан да бірдей оқыса бірдей оқу керек қой. Мысалы қараңыздар. 21. Мынаны қалай оқысаңыздар бірдей. Керек емес. Все өтті. If-қа байланысты есептер шығарып болдық. Осы видеоны алдыңғы видеоды қарап өздеріңіз бір шығарып шықсаңыз болады, практика ретінде қолды жаттап тұруға. Жақсы, сәттілік.